Баршаларыңызға сәлем достар, бүгін бізде үй жинауға арналған влог. Мені баршаларыңыз күтіп қалғандарыңызды білемін, бірақ мен еш жаққа кеткен жоқпын, мен үйдемін. Жай ғана назарымның барлығы басқа жерде болып жүр. Құдай қаласа нәтижесі болып жатса, міндетті түрде сіздермен бірге бөлісетін боламын. Ал енді менің ең сүйікті де сүйкімді кереметтей спальня. Бұл спальняны біз түнде Алихан екеуміз әбден ойнаймыз, бүкіл заттардың барлығын шашамыз, бірақ азанда мен кәдімгідей спальнямызды жинаған жақсы көремін. Заттардың барлығын орын-орнына қойып, кір киімдерді кірге салып, оларды жуып, Алиханның тастаған ойыншықтардың барлығын жинап бір шетке әдемілеп реттестіріп қоямын. Бұл деген мен үшін таңғы жаттығу секілді. Заттарды жайғастырғаннан соң мен влажный уборкаға көшемін. Шаңдардың барлығын сүртіп, Алихан ұстап ұстаған айналардың, айғыздардың барлығын әдемілеп, бірінші дымқылдау тряпкамен, одан кейін құрғақ тряпкамен жақсылап тазартып сүртіп аламын. Кішкентай бөпе болғаннан соң комната әрдайым таза болғанын қалаймын, және де біз күнделікті терезені азанда және де кешке ашып комнатаның кішкене ауасын тазартып аламыз. Таза ауа деген ол жақсы, бала тыныш ұйықтайды, комнатада бір жеңіл атмосфера пайда болады. Бірақ дейтін нәрсе бар, шаң болады ғой, бүкіл гарнитура мен мебель, солардың барлығын күнделікті сүртіп тұруға тырысамын. Комнатаны жақсылап жинастырып болғаннан соң санузелге көштім. Санузелде мен ең алдымен осы ыдыстарымды босатып, жақсылап іші сыртын жуып аламын. Негізі қыздар мен кеңес берер едім, осы санузелге қара емес, ақ заттардан көбірек алуға. Өйткені қара ол әдемі, бірақ ол тез ластанады. Ақтан онша білінбейді, және де ақ өте әдемі көрінеді. Санузел тап-таза тұру үшін мен Фаберлик фирмасының Greenly өнімін пайдаланамын. Порошок ретінде менде комет жүреді. Осы екі өніммен губканың көмегімен жақсылап раковинамды әппақ қылып жуып аламын. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып. Жақсылап санузелдің барлығын жуып болғаннан соң комнатама бір қарадым да, ой керемет деп шай ішуге кухняға кеттім. Кухняға барар жолда көзім түсіп кетті, стиралканың ішіне киімдерім жуып болған екен. Өздеріңіз байқағандай, мен кеш келдім кухняға, келсем кішкене кухняның атмосферасы мен шай ішетіндей болып тұрған жоқ екен. Деп өзінше болмай қояйын. Бисмилля деп осы бірінші сүттерімнен бастадым. Еш қашан мұз болып тұрған баклажканы пышақпен немесе осылай қолмен ашпаңыздар, атылады екен. Сәнді құртып тұрған екі бутылкадан әдемілеп құтылып алдық. Жайлап, бұл Алиханның бүгінгі тамағы, былайша айтқанда 2 литр сүт қой ішетін. Ал енді назарларыңызға кішкене уақытқа ASMR-ді ұсынғым келіп отыр. Мінекей осындай қысқа метражды ASMR бізде пайда болды. Біз бүкіл қасық вилкалардың барлығын кометпенен жақсылап тазартып ағартып аламыз. Сол кезде біздің ыдыстарымызда бір сондай судың каплясы қалмайды. Барлығын жақсылап жуып болғаннан соң әбден шаямыз және раковинаның ішіне жақсылап жуамыз. Бұл мен сүйікті де сүйкімді шай, шекер, тұз салғыштарым өте әдемі және де эстетичный көрінеді. Барлығын жақсылап сүртіп алғаннан соң қайтадан орнына осылай әдемілеп қойып қоямын. Бұл енді газовая плита. Бұл газовая плита не көрмеді? Біраз нәрсе көрді. Сондықтан бұның бетін жақсылап әдемілеп жуып тастаймыз. Онымен қоса кеселерді де, шайнектердің де сыртын жақсылап кометпен әдемілеп ағартып аламыз. Менің атам айтпақшы, міне енді жөнге келіп қалды. Әдемі шай ішетін жер болып тұр. Қазір шайымды ішемін ғой деп шайымды қойдым. Оған шейін Аликоштың да сүті пісіп әдемі болып қалды. Ыдыстарына қойып, холодильникке қойып қойдым. Мінекей осындай енді әдемі кухняда шайды рахаттанып тұрып ішесің ғой. Қой дедім, шай ішпей тұрып, тағы да бір жұмысты бітіріп тастайын дедім да, обедке және де кешкіге осындай дім-ляма дейтін тамақ жасап тастадым. Ет, пияз, сәбіз, картошканы жақсылап қуырып аласыздар. Кішкене бұрыш, кішкене тұз себесіздер де. Осылай үстіне 40 қабатты бүтіндей қойып, кішкене тұз сеуіп, осы кішкене ғана жарты пиала су құйып, бетін тарелкамен жақсылап пресстеп жауып, крышкасын жауып, жай отқа қойып қоясыздар. 45 минутта тамақ дайын болады. Ал енді кезек Алиханға да келіп жетті. Біздің Алихан жігіттің сұлтаны шіркін, машалла баракалла деп қойыңыздар. Ләм демейді ғой үй жинап жүрген кезде. Аллаға шүкір, осындай ойыншықтарды шашатын бала бар екеніне деп шүкір деп жүріп, керемет етіп ойнаған екен. Енді Алихан бұл жерде мама тайын үйді әдемілеп жинап болым дегенше ләм демеген үшін Алихан жақсылап, кейін біз далаға кеттік дедім бұл жігітке. Бұл жігіт те қуана келісті. Алиханды жақсылап қалың киіндіріп алып, коляскасына салып,
далаға алып кеттім. Ол уақытқа дейін Алиханның да ұйықтайтын кезегі келген екен. Алихан таза ауада ұйықтағанды өте қатты жақсы көреді. Өзіме де бір шетінен кішкене зарядка болды. Сонымен Алихан екеуміз жылы жерге келіп, мен кітабымды алып, жайлап оқып бастадым. Осымен мен бүгінгі жарты күнім бітті. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Осы оқып жүрген кітабым арқылы бір жобаны іске асырмақшымын. Алланың қалауымен менімен бірге болыңыздар.